Менің отбасым, менің бақытты мекенім. Отбасым мен үшін ең үздік, ең өнегелі, ең бақытты отбасы. Отбасымның шаңырағын ұстаушылар ата, әжем, әке, анам. Олар барда мен дүниедегі ең батыр да батыл, бақытты қызбын. Солардың арқасында мен ерте кездегі қазақ халқының дәстүрлерін, ырым-тыйымдарын, қазақ ертегілері мен жырларын тыңдап өстім. Әлі де сол рухани байлықтар мен сусындап келемін. Кітапқа деген сүйіспеншілігімді оятқан анам Сәуле Садыққызы. Анам қазақ тілі мен әдебиетінің пән мұғалімі. Сондықтан болар қазақ әдебиетіне деген қызығушылығым ерекше. Валерий Чкалов атындағы орта мектептегі 5 А сыныпта үздік оқимын. Ол ұстаздарым мен аға әпкелерімнің арқасында. Әпкелерім Әлия мен Алтынай, сүйеулерім, олардан алар үлгім өте көп. Ағаларым Ақниет пен Нұрахмет, тіреулерім. Отбасыма деген сезімімді Рақышев Рүстемнің мына өлең жолдарымен жеткізсем деймін. Отбасым бар байлығым, нұр шаттығым, жанымды бір тербетіп, жырлатты мың. Анашым мен әкемнің күлкісі нұр, бауыр мен ағаларым жыр шаттығым. Шаңырағым бақытымның айбыны, ол бар кезде мен сезбеймін қайғыны. Отбасыммен өткізген күн бөлек қой, дей алмаймын ұқсас оған жай күні. Шуақ беріп нұр себетін көңілге, бір ғажайып бар екен бұл өмірде. Ол ғажайып мүрдем алыс еместе, менің үйім деп аталған өңірде. Біз отбасымызбен түрлі жанрдағы әдеби шығармаларды оқимыз. Әсіресе қазақтың ғұлама ақыны Абай атамыздың өлеңдерін, қара сөздерін көп оқимыз. Бір бүтін, өнегелі отбасы, үздік оқырман отбасы болуымыз үшін шығармалардан пайдасын, маңызын аламыз. Одан шаңырағымыз кеңейіп, іргеміз одан әрмен нығая бермек. Таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Шек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз.